Шолпан Сәрсенбайға шыққалы бері жылы өзіндей жас келіншектермен аулақта кеңескенде баласыз өмірдің қызығы жоқ қой деп аузымен ғана айтушы еді. Мал орнына сатылып, жаны сүймеген жанға жар болатын қазақтың сансыз қыздарының ішінен әлде қалай өзінің сүйгеніне тиген Шолпан шынында бастапқы жылы бала керек қылмады. Ағотаудың ішінде оңаша жатса да, яки күйеуін құшақтап жатса да, ол ылғи ішінен жасаған-ау, бала бере көрме деп тілейтін. Балалы болсам, әдемі өмірім бұзыладау деп ойлайтын еді Шолпан. Бала туса, күйеуімен екеуінің ортасында бір тікене көсетіндей болушы еді. Қиюласып қосылған екі жанның арасында жат бір үшінші жан түскен соң, екеуінің де жалынды, екпінді махаббаты бүлінер, бәсеңдер, суынар деп қорқушы еді Шолпан. Осындай ойлармен талай түндерде, талай таң мезгілінде Тәңірден бала бере көрме деп тілеп еді. Күншығыстан ақ жібектей таң атып келе жатқан мезгілде өзге адам сәждеге құлап, маңдайын топыраққа былғап, тасқа ұрып, Тәңірден бақытты тұрмыс, өшпес бақыт, кетпес байлық, әсіресе бала сұрайтын кезде Шолпан күрсіне жасағанға бала бере көрме деп жалынып еді. Затында баланы жек көрерінен емес, ерімен екі ортадағы жібектен нәзік махаббат жібі үзілмеу үшін екі жанды бір-біріне қоса білген иманнан да ізгі махаббатқа басқа бір жан келіп тап салмау үшін балалы болмауды тілейтін Шолпан. Жас жүректің ұйытқыған сондай есалаң тілегі қабыл болды ма кім білсін. Түскеніне 3 жыл толды. Шолпан құрсақ көтерген жоқ. Құрсақ көтермегеніне Шолпан шын риза еді. Ерімен екі ортадағы махаббат оты күн сайын дүрілдемегенімен бәсеңдей бір қалыпта тұрғаны сол баланың жоқтығынан ғой деп ойлады Шолпан. 3 жыл бойы ері де ешбір уақыт бала жоқтамаған сықылды еді. 3 жыл бойы Шолпаннан басқа, Шолпанның оттай ыстық желдей жібек құшағынан басқа ештеңе тілемеген еді. Оның өмірінің басы да, аяғы да, ағуыз иісі да, сүбханасы да Шолпан ғана сықылды еді. Дүниеде теңіз терең емес, адамның жаны терең. Шолпанның, ерінің жаны терең түбінде қандай ой, қандай тілек жатқанын кім білсін әйтеуір. Шолпанға осылай көрінуші еді. Қысқасы, Шолпан 3 жыл бойына оны осы ойдан қатарынан ешбір сөзде естіген емес, ешбір істе көрген емес. Дұрысы баласыз өмір, бос өмір деген сөзді басқа талай адамдардан естіді, бірақ жаны сүйген жарынан естіген жоқ. Ғашық адамға Құранның аяты қасиетті емес, жарының сөзі қасиетті. Жарынан басқа адамның сөзін не қылсын Шолпан? Бірін-бірі қуалап, ай соңынан ай озды, бірін-бірі жеделдеп, жыл соңынан жыл озды. Не керек, Шолпанның бала болмасын деген ойы бекінгеннен бекіді. Бірақ жалпы жаратылыста да, адамның өмірінде де, адамның ойында да өзгерістің даярлығы болмаса, дәл өзі ұзақ созылып барып болмақ емес. Өзгеріс қашан да болса кенет болмақ. 2 ай, 3 ай, күз дейміз. Сонда күздің келгенін адам 2-3 ай бойына сезіп жүрмейді. Бірақ уақытта айталық, бірақ түнде әжімді жүзі жылулық жүздің келгенін сезіп қалады. Шолпанның бала болмасын деген ойы бірақ түнде өзгеріп шықты. Ұршыққа оралған жіптей бас аяғы жоқ қыстың ұзын кешеді. Іңірде мал жайлап болған соң Шолпанның ері әңгімелесіп отыру үшін құрбысы Нұржанның үйіне кеткен. Нұржанның үйленгеніне 5 жыл болып еді. 5 жылдың ішінде 3 баласы бар еді. 2-еуі ұл, 1-еуі қыз. Шолпанның ері Сәрсенбай Нұржанның үйінде ұзақ отырып қалды. Сәрсенбайды ұзақ отырғызған Нұржанның ұзақ әңгімесі емес, оның 3 баласы еді. Әңгіме дейтін әңгімеде жоқ, тек бәрі 3 баланың қызығына қарасып,
мәз-мейрам болысты да отырды. Нұржанның екі ұлы былдырлап өлең айтқан болады, білектерін сыбанып, алақандарына түкіріп, тұшалаңдап, бір-бірімен күресеміз деп ұстаса бергенде, аяқтары бір-біріне шалынып қалып, біреуі жылығады, екіншісі оның үстіне жығылады. Үйде отырған жұрттың бәрі қарқ-қарқ күледі. Балаларды кезек-кезек шақырып алып сүйеді. Нұржанның әкесі немересін шақырып алып, асты-үсті, алды-артынан тіпті сүймеген жерін қалдырмайды. Әсіресе Нұржанның кішкене қызының қылығы, тәттілігі балдан да тәтті еді. Сәрсенбай Нұржанның үйінде осы балалардың у-шуымен ұзақ отырып қалды. Жұртпен бірге ол да қарқ-қарқ күлді. Ол да балаларды кезек-кезек сүйді. Нұржанның үйінде Сәрсенбай ұзақ отырып, қайтуға шыққанда, ауылдың бәрі жатып қалған еді. Қайтып үйге кірсе, Шолпан да жатып қалған екен, бірақ ұйықтаған жоқ екен. Шешініп, Шолпанның қасына жатты да, Нұржанның балаларының ісін, олардың тәтті қылықтарын әңгімелеп айта бастады. Өкілемей күрсінбей, біздің баламыз жоғау деген уайымды да айтпай, қайта-қайта күле сөйлейді. Сәрсенбайдың әңгімесінің арасында жай сөздің екпінімен балалы үй базар, баласыз үй қу мазар деген сөз ыбырасау дегенде Шолпанның басында жаңа бір ой жарқ ете түсті. 3 жылдан бері балам болмасын деген тілегінің қате болғанында да есалаң екендігі, бала болмаса екеуінің өмірінің қу мазарға айналатындығы еді. Араларындағы жалынды махаббаттың заманның озуымен бірге бірте-бірте майшамдай еріп сөнетіндігі, құшақтың ыстығы өмір бойы бір қалыпта тұрмайтындығы, екі жүйрік жүректің екпіні баяулаған кезде бір-бірінен жирендірмей, бір-біріне берік болмайтын бала екендігі, баланың ер мен әйелдің арасындағы дәнекер екендігі, міне осы ойлардың бәрі сол сағатта ап-айқын болып Шолпанның көз алдына келді. Сәрсенбай балалардың тәтті қылықтарын күле сөйлеп, ұзақ әңгіме етіп айтты. Төсекте жатып, ол шын ынтасымен қарқ-қарқ күлгенде Шолпан да бірге күлді. Бірақ бұл күлген Шолпанның жаны емес, бет терісі ғана еді. Сәрсенбай манағы мақалды айтқаннан кейін Шолпанның сұңқардай ұшқыр жанын, желдей есалаң жүрегін қара жыландай қап-қара ойлар орап алып, улай бастап еді. Түпсіз терең қара көк толқындардай қап-қара ойлар бірінің артынан бірі келді. 3 жыл бойына созылған есалаң тілек, әр қайсысына алыста бұлдырап келе жатқан кәрілік, көзінің оты сөніп, сұп-сұр күлге айналған күздей көңілсіз кәрілік, жанның қанатын қырқатын, жүректің отын сөндіретін кәрілік. Бала болмаса, ол кезде сөніп бара жатқан өмірге кім сәуле берер, кім оны жылытар? Бала болмаса, сол кезде ішіндегі дәні шіріп, кеуіп қалған шөптің қауызындай бос өмірдің кемтігін кім толтырар? Жоғау, әлде қайда алыстағы кәрілікті қоя тұршы. Оған өмір не жетер, не жетпес. Сол кәрілік жетпей-ақ, осы күннің өзінде өмір босап қалайын деп тұрған жоқ па? Жаһанда онан күшті нәрсе жоқ деп иман келтірген махаббаттың күші ер мен екеуін бір-біріне берік байлауға 3 жылға ғана жетіп, енді өз-өзінен сөнейін деп тұрған жоқ па? Ессіз Шолпан 3 жыл бойына бала болмасын деп тіледі. Енді сол бала болмағандықтан ертегідей әдемі өмір қу мазарға айналайын деп тұрған жоқ па? Міне, Шолпанның жанында қара көк теңіздей толқындардай ұйтқыған ойлардың қорытындысы осы еді. Сәрсенбай әлде қашан ұйқыға кетті. Бірақ Шолпан ана ойлармен уланып кіркіп қаққысы жоқ. Қыстың ұзын түні шайтанның шашындай ұзағынан ұзады. Шолпанның ойлары да тереңдегеннен тереңдеп, қарайғаннан қарайды. Күншығыстан ағарып, алтын таң атып келе жатқанда Шолпан болар болмас көбірлеп: «Жасаған-ау, бала бере көр», деп жас балаша өксігін баса алмай, жасағаннан бала сұрап жатыр еді. Осы түннен бұлай қарай Шолпанның бар тілегі бала болды. Жатса да, тұрса да, ояу болса да, ұйықтаса да. «Жасаған-ау, бала бере көр» деген тілекті Шолпанның не аузы, не жүрегі айтушы еді. Бірақ бірін-бірі қуалап, ай соңынан ай озды, тілей тілек озды. Соға-соға жүрек тозды,
тілек тозды, жүрек тозды, өмір тозды. Қалай талай түндерде көзден емес жүректен ыстық жас төкті. Сопы болды, ылғи дәрет алып таза жүрді, намаз оқыды. Күн сайын таң сілбіп келе жатқанда ақ тұрып, сәждеге құлады. Тәсбиғын санап, Сүбханалла айтты. Бірақ бала болмады. Шолпанның өзінің сопылық жолға түсу себебі бала екендігін ешкімге айтқан жоқ. Жанынан жақын ері Сәрсенбайға да айтқан жоқ. Сондықтан Шолпанның мына мінезі Сәрсенбайға да, басқаларға да жат, оғаш көрінді. Жақыны да, жаты да күлісті, келемеш қылды. Ой, сен пірәдәр болайын деп жүрсің бе? Деп күлетін болды Сәрсенбай. Ауыл аймақ Шолпанға пірәдәр келін, пірәдәр жеңге, пірәдәр абысынымыз деп ат қойды. Үлкен де, құрбы да, бала шаға да күлді. Бірақ Шолпан жүрегіндегі жараны ешкімге ашқан жоқ. Ашқанмен олар ұғар ма еді? Тегінде адамның жүрек сырын шеттің ұғуы мүмкін нәрсе емес қой. Терең теңіз емес, адамның жаны терең. Су түбінде жатқан зат жел тоғытса ғана шықпақ, ой түбінде жатқан сыр шер тоғытса ғана шықпақ. Шықса, шер мен сырдың көлеңкесі сәулесі ғана шықпақ. Дүниеде адамнан қиын жұмбақ жоқ. Адам шешу жоқ жұмбақ. Шешуі деп атауға болатын болса, адамның шешуі жалғыз өлім. Осы ойлар Шолпанның жадында тәсбихтай тізілгенде реті болмаса да, оның жаны соқыр сезіммен осы ойларға өзі барып тірелген еді. Шолпанның жүрек жарасын ешкімге сездірмеске тырысуының себебі осы еді. Не керек, жақын жаттың ортасында жалғыз болды. Бітеу жара болды, жалғыз өртенді, жалғыз жылады. Дүниеден безді, сопы болды. Бала сұрады, қалайда бала болмады. Бала, сол бала үшін қандай ессіздік істемеді Шолпан. Ұшаратын молдадан да дұға алып бақты. Аты естілген қожадан шіріткі жаздырып ішті. Көрінген сәлдеге үшкірді. Шиқандай қып-қызыл бетті қожа бесті бұқадай суға қарап, тіпу-тіпу деп үшкіргенде, қожаның қасиетті лебі шетке батырмай тура түгел ішіме барсын деп жүрегі ойнап, жүзі бір қызарып, бір ағарып, бетін қожаның аузына тақап тосып отырушы еді Шолпан. Ылғи көзім қарайып, басым айналады деген сылтау тауып, өзін бақсыға да қаратты. Тағы не істемеді Шолпан. Өртке ұшырап аласұрған жан не істейтін болса, Шолпан да соның бәрін істеді. Бірақ бірін-бірі жетелеп, жыл соңынан жыл озды. Баладан белгі болмады. Шолпан тілеуден талмады. Көзінде жас қалмады. Дүниеден безді, пірәдар болды. Әулиеге ат айтты, Қорасанға қой айтты. Жасаған-ау, бала бергі деді. Бірақ тілек іске аспай, аяғы жоқ жыр болды. Көп болсын төгілген көздің жасы жерге сіңді. Тілек тозды, өмір өзді. Шолпан бала көтермеді. Қанша жыланса да, қанша жыласа да, жасаған оған бала бермеді. Кім біледі, Тәңірінің Шолпанға бала бермеуі өзінше дұрыс шығар, өзінше жөн шығар. Бастапқы жылдардағы Шолпанның бала бере көрме деген тілегін қабыл қылып, тозбайтын, қайта түзелмейтін тақтайына жазып қойған шығар. Шолпанның ендігі тілегі болары болып бояуы сіңген, соңғы пайдасыз бос тілек шығар. Ірі саудагерлердің бірі айтар, сауда жоқ дейтін мінезді кім біледі, Тәңірде де бар шығар. Тегінде Тәңірді де саудагерге теңеді Шолпан. Мұндай мінезі болмаса, бұйрығымды бұздың деп, атамыз адамды жұмақтан тырдай жалаңаш айдап шығар ма еді? Топырағыма табандадың деп, әзәзілді ібіліске айналдырар ма еді? Кім біледі? Тәңірі ежелгі осы беделігіне салды мекен. Қалайда Шолпанға бала бермеді. Дұғалық намаз, шіріткі ішу, үшкіру, түкіру, қақтыру, соқтыру, намаз, ораза, садақа, нәзір һәм басқа да бас аяқ жоқ құлшылықтан ақырында Шолпан шаршады. Бұл құлшылықтардан ешбір пайда болмайтынына көз жетті. Тілегі қабыл болмады. Тәңірден тәуелі қайтты. Өмір шіркін ескен желдей озып барады. Өмір шіркін бір құрулы машина. Тоқтау білмейтін, шаршау білмейтін жансыз машина. Әлде кімнің жас орнына
қан жылаған, әлдекімнің үміті өшіп, гүлі солып жатқанын, дөңгелектің арасында әлдекімнің қолы, аяғы, басы, барлық денесі кеткенін, денесі ғана емес, жаны, жүрегі кеткенін не қылсын. Қайырылып қарау білмейтін, аяу білмейтін өмір Шолпанның да жүрегінен саулап аққан қанына, қанаты сынып өліп жатқан жанына кідіріп, бұрылып та қараған жоқ. Жалғыз аузынан емес, бар денесінен көбігі бұрқылдап, таудан құлаған есалаң өзендей есалаң өмір озып бара жатты. Өмірдің әрбір минуты сайын Шолпан ойының, Шолпан жанының әрбір ұшқыны өліп жатты. Өмір озады, тілек тозады, бала жоқ. Енді не қылмақ? Жоқ, дұғалығы, молдасы, қожасы құрсын, құлшылығы құрсын. Айтқаннан қайтпайтын, қасаған тәкаппар тәңірісі бар болсын. Жоқ, бала болудың кілті көкте емес, адамның өзінде шығар. Бала болу ер мен әйелдің өзіне байлаулы шығар. Шолпанның бұл күнге шейін бала көтермеуі кім біледі? Оның шын әйел бола алмағанынан шығар. Ермен жатқанда барлық қазақ әйеліндей қаннен қаперсіз, жай бір жұмыс істегендей салқын жатуынан шығар. Ермен қосылғанда сол қосылу ісіне жан денесімен беріле білмеуінен, оның құшағының жалыны әлсіз болғандықтан, сүюінің оты кем болғандықтан шығар. Осы әрі тәтті, әрі оюлы ойларының билеп айдауымен Сәрсенбайға жатқанда тіпті екінші түрлі жата бастады. Денесі өртке, құшағы жалынға, аузы отқа айналды. Сәрсенбайдың қойнына жата бастағанда мойнына бұғалық түскен киіктің асау лағындай өміріне ер затын бірінші рет көретін 13 жасар қыздай дірілдеп күйіп жанатын болды. Құшақтағанда Сәрсенбайдың қабырғаларын бір-біріне қабыстырғандай қысып-қысып құшақтайтын болды. Аузынан Сәрсенбайдың бетіне от жібергендей құшырланып, жалындап сүйетін болды. Шолпанның ұлы құшағында сең соққан балықтай соқтығып, уышып айныған адамдай елжіреп жатып Сәрсенбай: «Ой, сен кәрі боз, қартайғанда жорға шығайын деп жүрсің-ау», деп мырс-мырс күлетін еді. Сәрсенбайдың мынау күлкісі Шолпанның жүрек жарасына бұрыш себетін еді. Сол кездерде оның көздеріне меруерттей мөлдіреп жас келетін еді. Жанынан жақын көретін Сәрсенбайның оның жан сырын, жүрек сырын ұқпағанына зығырданы қайнаушы еді. Жүрегі уға толушы еді. Бала үшін дүниеден безіп, сопы болып жүрген кезінде пірәдар деп келемеш қылғанына, сол бала үшін жан тәнімен беріліп, әдейі есалаңдаған шақтарында оған жорға деп ат қойғанына Шолпан Сәрсенбайға шын-шын ренжуледі. Бала екеуінің де жоғы емес пе? Екеуіне бірдей керек байлам емес пе? Сәрсенбай сол ортақ жоқты неге бірге іздемейді? Баласыз өмірдің бос екенін неге сезбейді ол? Ол неге сол іздеу отына Шолпанмен бірге түспейді, бірге жанбайды? Еркек атаулы бала дегенде ішкен асын жерге қойғанда Сәрсенбай неге бала деп аузын алмайды? Әлде жоқ, болмас. Кім біледі? Жоқ, ендеше ол неге бала іздемейді? Неге? Шынында ол әлде бедеу еркек пе екен? Тәңірім. Егер ол шынында ол бедеу болса, құлшылықтың кемдігінен, құшақтың салқындығынан болмай, Сәрсенбайдың бедеулігінен болса, 5 жылдан бері Шолпанның жүрегіне түскен жара мәңгі жазылмайтын жара болғаны ма? Жайнамаз үстінде төгілген ыстық жастар, жалынды құшақтар, отты сүюлер бәрі әлсіз желге кеткені ме? Бала деген құр сөз болып, сағым қиял болып қалғаны ма? Енді қалған өмірінің жапырағынан айырылған қайыңдай жап-жалаңаш болып озғаны ма? Жалынды махаббатпен қосылған өмір қиюы кеткен екі ағаштай бір-біріне бірте-бірте айырылмақ па? Заулап жанған махаббат бірте-бірте бәсеңдеп, бықсып сөнбекші ме? Махаббат сөнсе, өмірде не қызық қалады? Сөз жоқ, Сәрсенбай бедеу, сондықтан бала жоқ. Бала жоқ болған соң
Мен бақытсыз болғанда Сәрсенбай бақытты ма? Оның жүрегі жанбай ма? Өзінің екі өмірді улаушы екенін ойлап, оның жүрегі жанбай ма? Қартайған күнде өмірді жылататын от, бала оған керегі жоқ па? Сөз жоқ. Мен бақытсыз болсам, Сәрсенбай да бақытсыз. Ендеше осы батып бара жатқан өмір кемесін бақыт жағына кім сүйреп шығара алады? Шолпан, жалғыз Шолпан. Бір өмір үшін емес, екі өмір үшін Шолпан осын істеуге міндетті. Шолпан бала табуға міндетті. Теңізден терең, таудан зор күнә қылып болса да, ол бала табуға міндетті. Ізгі тілек үшін істелген күнәні жасаған кеспеш бекен. Кешер. Жоқ, Құданың рахметі мол, ол кешеді. Тәңір кешер-ау, бірақ адам кешер ме? Ұрлық қыл да мал тап, ойнас қыл да бала тап. Осы мақалды шығарған кісіге лағнет жаусын, лағнет. Жасаған-ау, өзің кеше көр, бір өзің. Шолпанның осы күнәлі ойлармен уланып, ыстық жасқа шомылып жатқаны Сәрсенбайға тигеннің 8-ші жылы еді. Май айы, ауыл қыстаудың жанына жылжып қана қонған. Шаршы түсті мезгілі. Кішкене жел бар, маса жоқ есебінде. Көкте ала торғын бұлттар маужырап қалғып, ерініп қана әлде қайда жылжып бара жатыр. Ауада торғын оранып жүрген сықылды. Желде еркеленіп таранып, мойынның ауырғанына қарамай, қиястанып асау құлындар тұр. Олардың жанында құйрығы мен арқасын анда-санда салмақпен сипап тұрған сақа биелер. Құлыным-ау, құр мойның ауырады. Қиястықтан пайда жоқ деп ақыл үйреткен сықылды. Құлынның алды артына түсіп, бұл не болды саған құлыным деп абыржып, қулықтап, қутыңдап жүр. Қуықтардың бұл мінезін ұнатпай, өй елпеңдеген сорлы сабыр қылсайшы, ешбір бәлесі жоқ дегендей кәрі айғыр құлағын әлсін ғана жым-жым етіп қояды. Қой әлі өрістен келген жоқ. Үйреншікті қарны ашқан қошақандар мәмәлап зарлап жүр. Осы уақытта Ағотаудың алдында күнге жылынған мысықтай керіліп Шолпан отыр еді. Ол бір нәрсе тігіп отырған сықылды. Бірақ шынында да ол тігіп отырған жоқ. 3 айдан бері әруақтай артынан қалмай жүрген күнәлі ойларын ойлап отыр еді. 1 ай болды. Шолпан күнәға белін беріп байлаған. Ізгі тілек үшін, ізгі күнә істеуге, бір бала үшін жан-жары Сәрсенбайға қиянат қылуға ол ойын бекінген. Сәрсенбай бүгін қонаға қалаға шығады. Әйтеуір істейтін болған соң, ұзаққа созып, у мен құр улана беруден не қасиет? Жарайды, соза берудің қасиеті жоқ, бірақ лайықты кім бар? Болашақ балаға ата болуға лайық кім бар? Жылқышы адам құл, дұрыс құлмен жүрсе, сыр шертпес болар еді. Жабулы қазан, жабулы күйінде қалар еді. Бірақ адам құлдан қандай бала тумақ? Күннен күн құлдан құл тумақ емес пе? Болса, бала құл болмасын, ұл болсын. Бала болса, мүт болсын, мүт болмаса жоқ болсын. Ынжық, жасық құл баланың болғаннан болмағаны игі. Жоқ, адам құлды адыра қалсын. Және ендігім бар, ешкім жоқ. Махаббаттың ақ қанатын кірлетуге тұратын, әсіресе болашақ балаға ата болуға лайықты ешкім жоқ. Шынымен ешкім жоқ па? Шойбай, жоқ. Жұмағали, жоқ. Әзімбай. Әзімбай қалай болар? Текті атаның баласы. Өзі жас, дені сау, сымбатты жігіт. Жасы 18-19-дан артық жоқ шығар. Ұзын бойлы, екі жауырынына 2 кісі мінгендей, ылғи күліп қана тұратын қой көзді. Жаңа шығып келе жатқанда қара мұрты қара жібек сықылды. Ойбай-ау, сол Әзімбайдың өзі 3 жылдан бері Шолпанға жеңге деп күңкілдеп жүрген жоқ па еді? Әлі ысылмаған жас қой. Шолпанға өзі айтқанда сақа бозбалалардан естіген сөзді жаттап келіп қана айтушы еді. Жастың тілегі бір, жібектің түйіні бір. Ұршыққа оралған жіптей бас аяғы жоқ ойлардың дәл осы жеріне келгенде Шолпанның ерні күлгендей болды. Дәл осы мезетте үй артынан Әзімбай шығып, «Жеңге, іске сәт» деп Шолпанның жанына жантая кетті. Ақын айтқандай, бетке шықпай қалама жүрегізі,
Әзімбайды көргенде Шолпанның жүрегі аузына тығылып, бір қуарып, бір қызарып кетті. Шолпанға күнә қылып жатқанда біреу үстінен шығып қалғандай, күнәлі ойлардан Әзімбай біліп қойғандай көрінді. Ерте кеш қолыңнан бір іс түспейді-ау жеңге. Тігіп отырғаның не? Деп Әзімбай Шолпанның тізесінің үстіндегі көйлекті ұстап болып, Шолпанның санын шымқылап қойды. Қойшы, сал жігіт, бір түрлісің-ау. Жақсағаң бүгін қонаға қалаға шықпақшы еді. Соның бір көйлегінің жеңін ұштап отырмын. Сені де қалаға жүреді деп еді ғой. Жақсағаң бүгін қалаға жүреме? Жә жеңге, 3 жылдан бері айтып жүрген сөзім өмір бойы аяқсыз қалама. Жүрегің бір ел жүреуді, аяуды білмейтін тас екен. Тағы бастадың ба, сал жігіт? Мені әуре қылып не қыласың? Анау пісіп тұрған қыздарға сөз айтсайшы. Мен сенен қыз сұрадым ба? Саны көп, сапасы жоқ қыздары құрсын. Орамал тастайды ғой, теңдесіне дегенді білмейсің бе? 20-ға жетпей алдысайшы. 8 жыл біреуге қатын болған сенің теңің мен бе? Осы сөзді айтып күңкілдеп, көзін ерке мысықтай сығыр айтып санап, Шолпан Әзімбайға қарады. Шолпанның мынау сөзінен, мынау көз қарасынан сасыңқырап, тығылыңқырап қалған Әзімбай. Жоқ, жақсы көрген дегенім ғой. Тәңірі неше жыл қатын болса да, бала табалмаған әйел кәрі бола ма? Өзінің мынау сөзінен Әзімбай тіпті тығылып қалды. Бала деген сөзбен Шолпанның жүрек жарасына тиіп, оны өзінен алыстатып алғанын сезіп, Әзімбай үзілген сөзді енді жалғап алып кетуге шамасы келмей, сөз орнына қолымен Шолпанның сол жақ санын қысып қойды. Шолпан санынан Әзімбайдың қолын алды да көйлекке қарап, біраз ойланып отырып: жақсы көргенің рас шығар, бірақ жақсағаңның көзіне қалай шөп сал дейсің? Балалардың ұрлық қылда қылайық, бірақ Құдайды қайтеміз дегендей, Құдайды қайтеміз. Және сен жассың, аузыңа ие бола алмайсың ғой. Мынау сөздерді айтқанда Шолпанның қара көздері тұңғиық түпсіз теңізге айнала бастады. Әзімбайдың көздерінде есалаң от ойнай бастады. Әзімбай күнә, Құдай деген жаққа аяқ баспай, бар түйін соның сөзінде тұрғандай-ақ асығып сасып, өзін бекітуге кірісті. Саршашып мен баламын ба? Жоқ, саған қаспын ба? Әй, жеңгей, менің жақсы көргенімді білмейсің ғой. Жә, 3 жыл болды ғой, сүйрегеніңде жетер. Бүгін түнде келейін бе? Келем. Әзімбайдың қолы жеңі ұшталып жатқан Сәрсенбайдың көйлегінің ғана үстіне емес, Шолпанның өз көйлегінің үстіне барып қалып еді. Жарайды, бірақ жарайды. Бір сүйгішші, сабыр қылсайшы. Әне, біреу келеді. Сал жігіт, үйге кіріп, ас ауыз дей. Жібек майдың сұлу түні, көкте бір бұлт жоқ, қара көк барқыт, кең көкте ойменен, мұңменен, салмақпен ақ алтын ай жүзіп барады. Не іздейді екен ол? Жарынан айырылған әйел мекен, баласынан айырылған ана мекен, қыстаудың сыртындағы сулы шіліктегі көкбақалар шулап жатыр. Бақ, бақ, бақ. Не дейді екен олар? Жан керек, жар керек, бала керек дей ме екен? Көл бойынан дамылсыз құдірет-ау деген дауыс естіледі. Өмір бойы құдіретті аузынан тастамайтын қандай әуір күнә істеді екен ол құс. Төсек ағаш үстінде Шолпан жатыр. Жатар алдында иісті сабымен жуынған, сандықтан жаңа көйлек алып киген. Ол кім үшін жуынған? Ол кім үшін киінген? Кімді күтеді ол? Әзімбайды күтеді. 8 жыл бала алысып тұрған, еш шай деспеген жан-жары Сәрсенбайдың көзіне шөп салу үшін Әзімбайды күтеді. Не үшін? Бала үшін. Жасаған-ау, өзің кеше көр. Аяқ даусы. Есікті ашып үйге кірді. Әзімбай тура төсек ағашқа келе жатыр. Шолпанда үн жоқ. Мойнына құрық түскен құлындай денесі дір-дір етеді. Жүрегі дәл аузында тұр. Бір үн шығарсақ, жүрегі аузынан атып шығардай, денесінің бір жері мұз. Түлкі алған жас таздай, екі иіннен дем алып жалма-жан шешініп, Әзімбай көрпеге кіріп келе жатыр. Тап сол минутта тазының көздеріндей Әзімбайдың көздерде қып-қызыл шығар. Шолпан ой кеттеп айқай салып жіберуді ойлады. Жоқ,
үні шықпайды. Әзімбай көрпеге кірді де жеңге деп жұлмалай бастады. Шолпан соққы жеген адамдай салбырап, сал жігіт, кішкене жайжата тұрсайшы, деді. Ол күнә есігінен кірер алдында жүрек жарасын Әзімбайға ашпақшы еді. Жанын жеген жегіні суырып салып Әзімбайға көрсетпекші еді. Туғаннан бері қиянат жолына баспай тас болып келген жүректің не үшін бүгін жібігенін айтпақшы еді. Оның іздегені отты жынды құшақ емес, бала екенін білдірмекші еді. Әзімбайды өз қасіретіне ортақ қылмақшы еді. Бірақ Әзімбай оны тыңдаған жоқ. Қоян қуған төбеттей көрпеге кіргеннен ақ ала сұра бастады. Бір ауыз сөзге келместен Шолпанның денесін умалай бастады. Ойын бітті. Шолпан сұлап жатқан өлік сықылды жатыр еді. Есалаң мас Әзімбай, мас ойынмен әуре болып жатқанда Шолпанның бота көздерінен мамық жастыққа ып-ыстық жас сорғалап жатыр еді. Әзімбайдың Шолпанның жанымен көзінен аққан жасымен ісі жоқ, өзімен әуре. Шолпанның денесімен әуре. Шолпанның басы астындағы мамық жастық шылқылдаған су болды. Түн ортасы ауған кезде су жастыққа беттейіп Әзімбай: «Өй, сен не, жылағанбысың? Бір әдар десе бір әдарсың ау», деді. Есалаң Әзімбайдың Шолпанды ұққаны осы болды. Таң ағарып келеді. Шолпанның бетінен бір сүйді де: «Енді мен қайтам, ертең ертерек келем», деді Әзімбай. Жылап-жылап шаршап талып жатқан жас баладай сұлық жатқан Шолпан: «Жоқ, енді тіпті келме» деп айтуға оңтайланып еді. Бірақ оның іздегені не еді? Бала. Осы бір түннен бала болса жақсы, болмаса мынау түн өмір бойы Шолпанның мойнында лағнет қамыт болмай ма? Мынау күнә өмір бойы күнә болып қалмай ма? Бота көзінен мөлдір жасын жеңімен сүртіп Шолпан күбірлеп қана: «Кел, сал жігіт, кел, кел», деді. Шолпан екі қабат. 5 жыл бойы санадан сарғайып күткен тілегі болды. Уланған өмір гүлденді. Күнә болып қалған жоқ, күнә сауапқа айналды. Бала біткенін білген кезде қандай қуанып жүрді Шолпан. 1 минут қабағы жабылды ма? Күн-түн күлкіден аузы тыйылды ма? Кішкене ғана аулақ қалса, алақанмен қарын сипап-сипап, сол алақанын сүйушеді ғой. Ессіз Шолпан, ішіндегі жаны жоқ бір кесек етті ерні күбір-күбір етіп айналып толғанушы еді. Ессіз Шолпан, жә, іздеген жоғы табылды. Басы байланып, естен айырылып, күнәға айдаған кесел жойылды. Енді Шолпанның Әзімбаймен арасын үзбеуі қалай? Шынымен оның суық жолға түсіп кеткені ме? Шолпанға ойнастықтың әдетке айналғаны ма? Жоқ, ойнастықты өнеге көрсеткен, суық жолды әдет қылатын әйел Шолпан ба? Ендеше бұл сөзге жауап жоқ. Теңіз терең емес, әйелдің жаны терең. 7 қабат жер астындағы нәрсені білуі мүмкін, бірақ әйел жанының мінезін білуге мүмкін емес. Bir қарасаң, әйел бала күйрейтін